сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сендерді қайта көріп отырғаныма қуаныштымын. Сабағымызды бастаймыз. Біз сендермен өнер бөлімін аяқтап, атақты тұлғалар атты жаңа бөлімді бастаймыз. Ат шабысына қарай шабады, ер намысына қарай шабады демекші, осы бөлімде біз сендермен қазақ мәдениетіне ізін қалдырып кеткен атақты тұлғалармен танысатын боламыз. Бұл бөлімде атақты Біржан Сал, Ақан серінің өмірімен танысып, әндерін орындауды, Құрманғазы Дәулеткерей күйлерінен үзінді орындауды және Ахмет Жұбанов ағамыздың шығармаларын талдауды үйренеміз. Музыкалық сауат, яғни бұл бөлімде сен келесі жаңа сөздермен танысатын боласың. Менімен бірге қайтала. Сал, сері, лирикалық музыка, батырлық музыка, партитура, халық аспаптар оркестрі, канон, импровизация. Жақсы, олай болса жаңа бөлімнің жаңа сабағын бастаймыз. 22-ші сабақ Ұлы дала серлері, Біржан Сал. Бұл не? Құт келе жатыр. Әй, Көлбай, ауылға құт келді. Ана келе жатқан серлер ғой. Көріп тұрмын. Біржан аға, әніңізді, дауысыңызды сағындық. Рұқсат болса домбыраңызды қолға алсаңыз. Солай емес бағайын. Міне! Азнабай мырза, Алаштың мақтанышы болған Біржан ағаға ат мінгізеді. Қазақ даласында өзінің әншілік өнерімен сал-сері атанған атақты тұлғалардың бірі Біржан Сал. Біржанның өнерін қадірлеген халық оны Біржан Сал деп атаған. Әнші ғана емес, ақын және композитор. Көкшетау өлкесінде дүниеге келген. Оның Айтпай, Ләйлім шырақ, Теміртас, Он саусақ әндері халық арасында кеңінен таралған. Ал қазір балалар видеоны паузаға қойып, жұмыс дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, бүгінгі тақырыпты жазып, кітабымыздан 103-ші бетті ашып, сал сөзінің анықтамасын дәптерге жазамыз. Назарларыңа Біржан Салдың «Он саусақ» әні. Тыңдап және қайырмасын бірге айтуға тырысамыз. Домбыра күйге күлер бұрау менен келмейді, сөз жүйесі құрау менен. Өлденген бәйшешектей қайран жастық келмейді аяқай. Қайтайданып сұрау менен гай. Ал он саусағым бір баспай, жүрмін қалай ер баспай, жиын тойдың ішінде ән салушы мосолай. Келгенде сөз жүйесі іркілмеймін, жорғатай жолға салған бүлкілдеймін. Келгенде мына жасқа кәрлік жеңіп, секілді аяғай. Ақ бас бұра күркілдеймін гай. Ал он саусағым бір баспай, жүрмін қалай ер баспай, жиын тойдың ішінде ән салушы мосолай. Сорасаң төрт момынның жүйіргімі 300-дің алғыстағаны тұйғын оман.
аса емес аяқта емес осы күнге ноқтаның ақы жуан сағақ тұғырмынға ал он саусағым бір баспай жүрмін қалай ер баспай жейтін тойдың ішінде ән салушы ем осылай Жақсы оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі өткен сабағымыз бойынша көңіл-күй смайликтер арқылы рефлексия жасаңдар. Өзіндік жұмыс, он саусақ әнін өз орындауыңда таныстыр. Сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.